Құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, біз анау 2017 жылдан бастап облыстық инновациялық қадам табысқа апарар жол жобасы аясында пилоттық режимде бірқатар мектептер жұмыс жасап жатыр. Сондай мектептердің бірі бізде Бикен Римовой атындағы орта мектебі. Бүгінгі вебинарды сол кісілердің тәжірибесімен бөлісу мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Тақырыбымыз жаратылыстану математикалық цикл пәндерін ағылшын тілінде пилоттық режимде оқыту нәтижесі. Бүгінгі вебинарымыздың мақсаты жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқыту бойынша іс тәжірибемен бөлісу, сүйемелдеу. Енді қарап отырсаңыздар, бүгінгі вебинарда осы Бикен Римовой атындағы орта мектебінің ұстаздары өздерінің тәжірибелерімен бөлісетін болады. Олар химия пәнінің мұғалімі Дана Мұратқызы, физика пәнінің мұғалімі Нұрзат Айғалиевна, информатика пәнінің мұғалімі Валиева Динара, және осы химия, физика, биология пән мұғалімдеріне менторлық жұмысты жүргізіп өзінің әдістемелік қолдауын көрсетіп отырған ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ольга Викторовна. Осы кісілер өздеріңіз тәжірибесімен таныстырып бөлісе жатады. Енді келесі кезекте бізде бағдарламада өздеріңіз көріп отырсыздар, үш тілде білім беру заман талабы. Қазір осы Бикен Римовой атындағы орта мектебінің директоры Асхат Жеңісович өзінің ойымен бөлісіп өтеді. Одан кейін Ольга Викторовна ЖМЦ пәндерін оқытуда менторлық жұмыстардың рөлі тақырыбында өзінің тәжірибесімен бөліседі. Одан кейін Мұратқызы Дана ойын сабағын көрсетеді. Нұрзат Айғалиевна зертханалық жұмыстарды ағылшын тілінде жүргізу ерекшеліктері бойынша тоқталады. Және Валиева Динара информатика пәнінде жаңағы Learning Apps платформасын тиімді қолдану бойынша өзінің тәжірибелерімен бөліседі. Жақсы, олай болса кезекті біз Асхат Жеңісұлы сізге берейік. Мен демонстрациям тоқтатайын. Общий доступ демонстрацияға беріп қойыңыздар, организаторлар. Да, общий доступ. Асхат Жеңісұлы. Естіп отырмын. Сізде естіліп тұр. Слайдтар шықты ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін үш тілде білім беру заман талабына сай атты вебинарымызға келдіңіздер. Енді мен бұйрықтармен таныстыра кетейін. Бірінші, жаңартылған білім беру мазмұны пилоттық енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 жыл 55-ші бұйрығына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазанындағы нөмір 556 бұйрығы пилоттық мектептерді ашуға негіз болып табылатындықтан осы жаратылыстану математикалық цикл пәндерін ағылшын тілінде оқыту бойынша мектебімізде пилоттық бұйрықтар шығарылып бекітілді. Қазіргі таңда елімізде мектептердің үш тілде оқытуды қолға алудағы негізгі мақсаты үш тілді білім беру бағдарламасы негізінде үш тілді меңгеру нәтижесін жинақтап, әлемдік деңгейге көтерілген кемел ойлы азаматтарды тәрбиелеп өсіру, ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой пікірлермен ұштастыратын сапалы білім мен тәрбие беру болып табылады. Мына слайдқа көңіл аударсаңыздар, бұл алғашқы осы біздің мектебімізде 2018-19 оқу жылы басталған болатын. Бұл жерде сол жылдарғы осы 2018-19 сынып пен 2019 сынып пен 2020-21 жылдары 10 сыныптармен жұмыс істеген мұғалімдердің данныйлары тұрған жердегі. Пилоттық мектеп жұмысына кетейін. Қазіргі таңда біздің мектебімізде 5 мұғалім сертификат алған. Олар Қасымбаева Нұрзат Айғалиевна Б,
2 деңгейімен, және Уәлиева Динара информатика пәні мұғалімі. Ол кісі де B2 деңгейімен. Келесі 3 мұғаліміміз C1 деңгейімен сертификатталған. Қалибекова Айгүл Қазыбаевна, Мұратқызы Дана, Қыдырбаева Нариза Ғабдулбековна көріп отырсыздар. Бұл жобалармен жұмыс жүргізілген, бұл жерде ата-аналардан сауалнама алынған. Осы біздің пилоттық жобамыз дұрыс бағыт па, жоқ дұрыс емес бағыт па деген тақырыптарда. Өтіп отырғандай, дұрыс бағытта нәтижелі деп 25, 23, 22% көрсеткен ата-аналар. Бұл жерде слайдтарға көңіл бөліп отырсаңыздар, осы пилоттық жобада жұмыс істеп жатқан Нұрзат Айғалиевнаның көріністері. Және сонымен қатар осы 2018-2020 жылдар аралығында менторлар облыстан келіп, Серік Абдуалиевич және Динара Мадиевамен бірлескен жұмыстардың көрінісі бұл жерде. Сонымен қатар осы пилоттық жоба басталған кезде швейцарская жобасы қоса жүргізілген. Сол арқылы ата-аналарға түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, осы жобаның тұсында ата-аналардан сауалнама алынған болатын. Мына жердегі слайдқа көңіл бөлсеңіздер, жобаны қорғау сәттері оқушылардың. Осы жобаны қорғап жұмыс аяқтағаннан кейін Швейцария жобасы бойынша марапатталған балаларымыздың, оқушыларымыздың көріністері. Онымен қатар мұғалімдеріміз де қоса марапатталған. Мен бұл жерде қысқаша ғана мағлұмат беріп отырмын. Мектепте атқарылған жұмыстар бойынша. Енді келесі сөз кезегін өзіміздің әріптестерімізге, Ольга Викторовна, сізге беріледі сөз кезегі. Ольга Викторовна. Good afternoon, dear colleagues. I'm very glad to see you here at our session. I'm a teacher of English at Бикен Римовой Secondary Gymnasium School, Ольга Викторовна. Since 2016, the Ministry of Education and Science, within the framework of training and retraining of personnel for the implementation of teaching in 3 languages, has been concluding language courses for advanced training of teaching staff for teachers of subject IT, physics, chemistry, and biology. As you know, at our school, there are 5 teachers who have learned this course. And now I would like to show you our work. But first, I want to start with quality of knowledge at experimental grade. When we start, it was 8th grade, and now they are 10. We are working at this project for 3 years. So as you see the percentage, we start at 8th grade and it was a good knowledge. But at the 9th grade, it was a little lower. Why? Because when we start, when we start our work, we are working only with maybe introduction of the lesson and end of the lesson. And at the 9th grade, we start theoretical material in English. That's why it is more difficult for them. But I think 73% it's also good. In physics, chemistry, and information technology was 100%. Now they are 10th grade and we have a higher quality of knowledge. I want to say you how we work and how we got such kind of result.
Of course, we work into 3 ways. They are my work as a teacher of English. I want to say that at 10th grade, we are working more successful because our English books included STEM subjects theme. For example, Module 1, it is science and scientific phenomena. Module 2, natural disasters, cross-curricular theme, geography. Module 3, virtual reality, it is information technology. Module 4, organic, non-organic world. Moreover, reading for pleasure, it is also science fiction books. That's why if I work at this theme good, they will work at physics, chemistry, information technology, excellent. Next, we are working together with teachers of our region and our school. We participate each other's lessons. For example, it is Nurzata Galivna lessons. We help each other and working in the same grades. So the next type of work, it is IMT class. It is international project at our school. It is a project of Swedish College of International Communication and Technology. So each year, 25 students have a chance for online lessons with native English speaker using online platform communication with students around all Kazakhstan. It is extra lessons for our students, so they are working by their own time, and we are, as the teachers, teachers of physics, information technology, chemistry, biology, English, we help them with their work. For example, here you can see screenshots of their online session. It is Mr. Neil. He is a teacher of Scotland. He is a teacher in English. And at this lesson, they were talking about epidemical situation in Kazakhstan and all around the world. Next type, it is their private platform, private online platform, and also they are learning STEM subjects. Next, they try to analyze YouTube channels, their content, who are the authors of YouTube channels, what are their purposes. Also, we see connection with information technology. Next type, it is motivation letter. It is international practice for European and American universities. They were taught how to write motivation letter. For example, it is Oxford University. Next type, it is the most difficult type of writing essay, because they should know information and they should compare the information from diagrams. And it can be different themes. So we, of course, we're proud of our students. As Haji Nisevich said, we got such kind of certificates for the level of English because we passed exams at the end of a year. And also students got certificates for their projects. For example, Tourism Italy, Great Britain discovers. I know that experience of IMT class is useful for our students. Some of them are studying at universities in English now. For example, Kenjibekova Ilnaz, now she is studying at Kazakh Government University of International Communication and Foreign Languages, Akdarbekova Ardak, Semey Pedagogical University, Alibjanov Dastan, China Technology University, Zholdebay Likhan, Arastambayeva Kamila. And we think that next year our students will learn at the same universities or any others. Thank you for your attention. Спасибо, Ольга Викторовна.
Нұрзат Айғалиевна, келесі өзіңіз жалғастыра бересіз бе? Дана Мұрат. Hello, my dear colleagues. I am very glad to see you again. I wish you have a nice day and good luck, my colleagues. I am chemistry teacher Murat Dana, grade 7A. Today's theme of the lesson, food composition. Тағамның құрамы. Құрметті әріптестер, біздің мектеп 3 жылдан бері 10 сыныптармен жұмыс істеп келе жатқанын білесіздер. Сіздердің назарларыңызға бірнеше рет 10 сыныптармен сабағымды ұсынған болатынмын. Биылғы жылдан бастап өзім қосымша 7 сыныптармен жұмыс атқарып келе жатырмын. Сондықтан бүгін назарларыңызға 7 сыныптармен сабағымды ұсынбақшымын. Уақытты үнемдеу мақсатында өзімнің сабағымнан үзіндімді видеоға түсірген едім. Соны назарларыңызға ұсынамын. Ольга Викторовна. Видно? Hello, my dear students. How are you? I'm fine, thank you. I'm okay, and you? I am fine, thank you. Theme of the lesson, food composition. Chemistry teacher Murat Dana and grade 7A. Learning objectives. You will learn to food composition and chemical elements the humans. Балалар, бүгін біз тағамдардың құрамымен және адам ағзасындағы химиялық элементтермен танысатын боламыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабаққа жағымды жақсы тілектерімізді айтып кетейік, я. Бірінші кім бастағысы келеді? Бүгінгі сабақта барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Okay, the next, who is want? Окей, Акбаян. На сегодняшнем уроке я вам желаю хорошо понять материал и удачи вам. Спасибо. Батырхан, please. Я вам желаю, чтобы урок прошел на ура. Thank you. Канай. Окей, Арнет. I wish you the best of luck with this lesson. Thank you. The next, who is want? Okay, Аяжан. Жақсы, рахмет. I wish you have a nice day. Now, using the quiz platform, we learn new terminology. Балалар, енді жаңа тақырыптың терминдерімен танысатын боламыз. Please repeat after me, okay? Please translate, repeat. Do you hear me? Okay. Okay. Yes. One more time. Please listen. Proteins. Белки. Proteins. Please translate in Kazakh. Ақуыздар немесе нәруыздар, я? Жақсы. The next. Carbohydrates. Углеводы. Fats. Масло.
Next. Food. Еда. Тағам. Жақсы. Next. Starch. Крахмал. Starch, крахмал. Okay. Next. Vitamins. Витамины. Okay. The last. Chemical elements. Химические элементы. Okay. Балалар терминдерді есіңізге сақтадық па? Do you remember? Yes. Okay. Now we will do it some task. Unit identification. Балалар, яғни терминдерді сәйкестендіруіміз керек. Аудармасымен жарай ма? Okay. Балалар, бұл жерде уақыт ескеріледі, сондықтан жылдамырақ болуға тырысамыз, я? Do it more faster. Okay. Витамины. Okay. Белки. Well done. Крахмал. Well done. Еда. Very nice. Углеводы. Carbohydrates. Excellent. The last. Fats, masala. Start. Vitamins. Витаминер. Еда. Proteins. Белки. Okay, well done. 22 seconds. 22 минутқа. 22 минутқа орындадық, я? Жақсы. Please read the text and translate in Kazakh. You have 2 minutes. Оқимыз, я, балалар? Содан кейін аударамыз. Are you ready? Yes. Okay, let's start. The first sentences. Who is translate? Okay, Sayara. Адам өміріндегі ең құнды нәрсе оның денсаулығы. Тағамның құрамы көмірсутеккен нәруыздардан және майлардан тұрады. Well done. The next. Who is want? Нәруыздар құрамына 20 минусындары кіретін күрделі органикалық қосылыстар. Амин қышқылдары көміртек, сутек, азот, оттек, күкірт сияқты элементтерден кіретін күрделі органикалық заттар. Okay, well done. The next. Who is want? Please. Май қышқылдарының және глицериннен түзілетін күрделі органикалық қосылыстар. Олардың құрамына көміртек, сутек, оттек элементтері кіреді. Okay, excellent. The next. Please, Mary. Құрамында көміртегі, сутегі және оттегі бар көмірсулар органикалық қосылыстар. Okay, the last sentences. Who is want? Translate. Okay, Akbayan. Сонымен қатар адамның организмінде химикалық элементтер кездеседі. Көп мөлшерде кездесетін макроэлементтер, ал аз мөлшерде кездесетін микроэлементтер деп атайды. Okay, well done. Thank you. Балалар, яғни тамақтың құрамында, яғни тағамның құрамында қандай заттар кездеседі екен?
Майлар, нарыздар. Өте жақсы. Көмірсулар, майлар, нәруыздар кіреді екен, я? Жақсы. Okay, now play the game using the Quizlet platform. I link send our work chat. Please join the game. Балалар, ссылканы чатқа жібердім, сол жақтан қосыламыз, я? Okay. Please write this number. This is code, okay? Okay. Are you joined? Қосылып жатырмыз ба? Бастай береміз ба? Барлығымыз қосылдық па? Қазір 1 минут. Faster. Қаз. Алты оқушы қосылыпты. Only 6 students. Жоқ, қосылдым. 7. Басқа балалар қосылып жатырмыз ба? Саяра, 8. Менде қосылмапай. 9. Біреу қосыла алмай жатыр ғой бізде. Кім қосыла алмай жатыр? Жақсы. Бастаймыз, я? Let's start. Батырхан, Мерей жауап берді. Ақбаян да жауап берді. Саяра, Алтынай. Окей. Ақбаян бірінші орында тұр қазірше. Саяра екеуі. Балалар жылдамырақ орындаймыз, я? Себебі бұл жерде уақыт есептелінеді. Do it more faster. Ақбаян бірінші орында келе жатыр, екінші орында Саяра, үшінші орында Мерей келе жатыр қазірше. Өте жақсы. Ақбаян is over. Ақбаян аяқтады өз жұмысын. Саяра да аяқтады. Аяжан, қосыламадың ба ойынға? Аян, Саяра, Батырхан аяқтады. Таңсұлуды аяқтады. Апай, неге мен көрініп тұрған жоқ? Білмедім. Аружан, сен көрінбей тұрсың, я? Мен аяқтаған. Жақсы, қазір жестадан шыққан кезде көреміз. Мүмкін сол жақтан шығарсың. Окей. Аяқтаймыз. The finished. Who is the winner? Жеңімпаздар кім екен бізде? Бірінші орында Ақбаян, екінші орында Саяра, үшінші орында Аружан екен бізде. Please, congratulations, the winner. Қолымызды шапалақтап, жеңімпаздарды құттықтап жіберейік, я? Балалар мына жақта результаты көрініп тұр. Мерей ғана бір сұрақтан қателескен екен. Қалғандарың барлықтарың дұрыс жауап берсіңдер деп
жылдамдық қана жетіспей қалған екен. Жақсы, барлықтарың жарайсыңдар. Okay, since the lesson is over, please give me feedback. How was the lesson? Write your opinion about the lesson. Try to write in Kazakh, in Russian, in English. Do you understand me? Yes. 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 Үш тілде өзіміздің тілегімізді жазамыз, бүгінгі сабаққа байланысты. I sent link our work chat. Please join. Ответ.com. Үш тілде жазуға тырысайық, өте жақсы. 6 оқушы кері байланыс берді. I really liked today's lesson. Сабақ өте керемет өтті дейді. Этот урок был очень полезным. Okay. Thank you, students. You are all excellent. Thank you very much for the lesson. Goodbye. The lesson is over. Goodbye. 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 Goodbye, teacher. Goodbye. Teacher physics. Today's my topics. Мен зертханалық жұмыстарды ағылшын тілінде жүргізу ерекшеліктері. Physical science. Жұмыстың мақсаты develop students ability to think and depends their interest in physics. This is my laboratory. Here we are doing laboratory work with students. Take a look at my lab. Today, my students and I am going to calculate the amount of heat when the water is heated. For this, we need equipment, dry fueling, water, and matches. Yes, okay. Take 100 milligrams of water. Yes, okay. And power it into a vessel. Okay. Now, let's fire up dry fuels. The water boiled. It's amazing. Calculated by the heat balance formula. Q equally C multiplied M multiplied delta Mass. T. Okay, Then yes. calculate it.
Gunnar, are you ready? Yes, the answer 42 kilojoule. Okay, let's check answer. Yeah, good. Good? Yes. Yes, okay. Hello everyone, my name is Ilandrai. I am in the 9th grade. Today I will show how the surface tension of water works. Take gas and cover the jar and fix it with an elastic band. Sharply turn the jar upside down. Thanks to surface tension, water molecules sealed the holes in the gas. This is the kind of experiment we tested today. Thanks everyone for your attention. Goodbye. What do you think can be both solid and liquid? No, it's not a Newtonian fluid. I will show you around. Mix 200 grams of potato starch with a glass of water. And according to the consistency, it resembles sour cream. Let's try to lower the ball into it slowly and throw it. We see that when we throw a ball into this liquid, it bounces. Hello teachers, my name is Otebaev Kadarjan. I study at the Бикен Римовой Gymnasium Secondary School in the 10th grade. Now I will do an experiment to create a compass. For this experiment, we need container with water, an ordinary metal needle, thin cardboard, and magnet. First, pour water into a bowl and put a cardboard on its surface. Second, now you need to magnetize the needle and put it on floating cardboard. Hello everybody, my name is Margaleva Janel and I am student at the secondary school of the Бикен Римовой Gymnasium in the 9th grade. Today I want to show you a fireball at home, how to do it and what you need to do it. First we take a cotton pad and rub in with thread. Then pour the antiseptic on the wall. The wetted ball is set on fire. Hello everyone, my name is Kagiliko Amajan and I am studying at the Бикен Римовой Gymnasium Secondary School in the 10th grade. And right now I am going to do an experiment and show you it's called tornado in the bank. To do that we will need a bank of water. In water, pour 1 tablespoon of vinegar. And pour liquid soap. Then close the jar tight and shake it.
This is the end of our experiment, and I hope you enjoyed. Thank you so much for attention. Goodbye. I want to tell you the experiment develops the student. So do experiments often. Thanks for attention. Next, informatics teacher Dinara Asıljanova. Thank you, Dr. Gadina. Hello, colleagues. I am a computer science teacher at School of Biken Rimoway Dinara Asıljanova. Today the output webinar, effective use of the platform, learning apps or in teaching computer science in English. Purpose to encourage students interested in computer science through an effective use of terms and platforms related to the current topic, providing detailed information about the learning app platform. Yani қазіргі таңда бізде электрондық білім беру платформалары даму үстінде, ата кетсек Quizzes, Quizlet, Classroom, Kahoot, соның бірі Learning Apps платформасы. Learning Apps әртүрлі пәндер бойынша интерактивті оқу әдістемелік құралдар жасауға арналған бағдарлама. Сынып құрылымдау, тапсырмалар құру, нәтижелерді бақылау. Және де өз бетінше жұмыс жасауға мүмкіндігі мол платформалардың бірі. Осы платформамен біз қалай жұмыс жасаймыз? Сол туралы ақпарат бере кетейін. Ең алдымен біз кез келген браузерді таңдап, поиск батырмасына сервистің атауын жазамыз. Одан кейін басты программаның бетіне көшеміз. Ең алдымен біз тілді таңдаймыз. Тілді таңдағаннан кейін ең бірінші біз өзіміздің аккаунтымызды құруымыз керек. Ол үшін имя пользователя, яғни атауымызды жазамыз, email адресімізді жазамыз, паролімізді жазамыз, және де парольді қайтадан енгіземіз. Одан кейін келісемін деп мұнда галочканы қосамыз. Одан кейін создать конта батырмасын басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз өзіміздің жеке парақшамызға өттік. Бұл жерде қандай жаттығулар жасауға болады. Міне, новое упражнение вкладкасын бассақ, мұнда табанымызға сай тапсырмалар орындау үшін кез келген бос шаблондарды қолдана отырып тапсырмамызды құра аламыз. Келесі, My класы. Бұл жерде өзіміздің сабақ беретін сыныпты құруға болады. Ол үшін создать классы, сыныптың атауын жазамыз, создать классы батырмасын басып, мынандай бос ящықтар шығады. Бұл жерде теру арқылы, немесе Word, Excel арқылы импорттауға болады. Одан кейін сохранить батырмасын бассақ, сыныптың тізімі шығады және автоматты түрде оқушылардың логин парольдары беріледі. Одан кейін мои упражнения. Бұл жерде мен өзімнің құрастырған тапсырмаларым және жаттығуларым. Және де әр сыныпқа жеке-жеке папка құруға болады. Артарай. Мұнда work with students, яғни информатика пәнін ағылшын тілде оқытуда пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін Learning Apps платформасын қолдана отырып әртүрлі жаттығулар
құрастырдым. Сөз жұмбақ шешкізуге және де әртүрлі ойын түрлерін жүргізуге, сәйкестендіру жаттығуларын орындатуға тапсырма дайындап оқушыларға беріп отырдым. Мен назарларыңызға 5-ші сынып оқушыларының осы платформаны қолданғаны және ойын барысын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Келесі біздің тапсырмамыз бұл жарыс алаңы Learn Up платформасында біз осындай жаттығу жасаймыз. Бұл жаттығудың шарты, мен сіздерге сұрақ қоямын, сол сұрақтың жауабын ағылшын тілде табуларымыз қажет. Егер дұрыс таппай жатқан жағдайда әріпті мына гүлдің біртіндеп жапырақтары сола бастайды. Сондықтан дұрыс жауабын табыңдар. Сәттілік. Ал біздің ең басты сұрағымыз басып шығару құрылғысы ағылшын тілінде қалай аталады? Мен Айзат айтсам бола ма? Айзат, иә? Принтер. Ағылшынша? Принтер. Әріптеп айтайын? Шәріпі P. Таусымыз қатты қарай. Екінші әріпі R. Иә, бар екен. Ақерке, сен қалай ойлайсың? Қандай әріпі бар? Екінші әріпі I. I. Төртінші әріпі N. N. Әуелбек Амирхан, сен қалай ойлайсың? Амирхан, қандай әріп бар деп ойлаймыз? Ақерке, айта бер. Содан кейін T әріпі. T, иә? T. Иә, T. Принтер деп аталады екен, иә? Иә, апай. Жақсы. Келесі сұрақ. Мына сөздің дұрыс жазылуын тап. Қалай жазылады екен? Word болады, апай. Дұрыс, өте дұрыс. Бірінші әріпі W. 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 O. R. D. R. D. R. D. Yes, иә. Өте жақсы, жарайсыңдар. What do you see in this picture? Яғни, мына суретте нені көріп отырмыз? Компьютер. Жақсы. Әріп бойынша қалай екен? Компьютер ағылшынша Windows қой, иә? Жоқ, суретте біз компьютерді көріп отырмыз. Бірінші әріпі C. O. O. M. M. Дұрыс. P. P, дұрыс айтасың. U ма, апай? Ау? U. U. T. T. Да?
Жақсы, жарайсың Арлыққан. Міне, кімдері жазды, жақсы ойнадыңдар, жарайсыңдар. Енді осындай платформаларды қолдана отырып, оқушылармен қызықты тапсырмалар жасауға болады. Келесі мен сіздермен ойын жүргізгім келіп отыр. Қазір чатқа ссылка жіберемін. Экранда көріп тұрғандай, қазір сіздерге ссылка жіберемін. Содан кейін играть с друзьями деген батырманы басасыздар. Одан кейін өздеріңіздің атауларыңызды, аттарыңызды жазасыздар. Мысалға, жазғаннан кейін міндетті түрде картинканы басасыздар. Қазір ссылка жіберемін чатқа. Осы бойынша кірсеңіздер. Аттарыңызды жазып отырсаңыздар. Содан кейін принять деген батырманы басыңыздар. Принять деген батырманы бассаңыздар болады. Ойымды бастайық. What do you see in picture? Кім жылдам жауап береді, сол финишқа жетеді. What do you see in picture? Сіз жауап берсек. Иә. Тағы кім қалды? Сіз жауап берсеңіздер. Жандағы галочканы басасыздар. Дұрыс жауабын таңдау үшін галочканы басыңыздар жанында. Иә, кішкене басылмай, содан кейін басқаларын басып көрсек, содан кейін басылады. Player one деген принять деп бастаңыз. Шығарып жерді қойдым ойыннан. Принять батырмасын басыңыздар, кіргеннен кейін. Player one деген кім?
Жарайды, онда былай өзімізді ойнай берейік компьютермен. What do you see in language of Kazakhstan? Бұл жерде енді кіре алмадыңыздар ғой деймін. Мен өзім қысқаша түсіндіріп кетейін. Бұл ойынның өте тиімділігі. Осы жаңадан бастап келе жатқан 5-6 сыныптарға өте тереңдеп сөздерді қайталауға өте тиімді бұл ойын. Осылай жарысуға болады. What do you see in the picture? Computer. How many is a week? 7. Week 7. How many months in a year? 12. 12. What do you see in picture? Keyboard. 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 Және соңғы тапсырмамыз қайырлы күн. Good afternoon. Жақсы, рахмет. Осындай сабағымызды ойын арқылы және де жаттығулар арқылы қызықтырып өткізуге болады.